Ақмола облысының Қорғалжын ауданында 2005-2006 жылы туған жасөспірімдер арасында бокстан халықаралық турнир өтіп жатыр. Жарысқа Қазақстанның бірнеше өңірінен, сондай-ақ Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Моңғолия мемлекеттерінен 100-ден аса балғын боксшы келген. Олар 20 салмақта жүлделерге таласады. Ал жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған боксшыларға спорт шеберлігіне үміткер атағы беріледі. Осы турнирден біз үлкен деңгейде өткіземіз деп жылдан-жылға қарай жасөспірімдер, жастар арасында, ересектер арасында өткіземіз деген мақсат. Болашақта біздің жастар осы спортпен айналыссын, болашақта елімізден, өзіміздің Қорғалжын ауылынан олимпиада, әлем чемпиондары шықсын деген мақсаттамыз. Халықаралық турнирдің ашылу салтанатына Олимпиада ойындарының 2 дүркін күміс жүлдегері Әділбек Ниязымбетов, бүкіл әлемдік бокс сериясының алғашқы чемпионы Қанат Әбутәліпов, 2002 жылғы Азия ойындарының чемпионы Нұржан Кәрімжанов қонақ ретінде қатысты. Алғашқы күні кішкентай былғары қолғап шеберлері шаршы алаңда 9 салмақта іріктеуден өтті. Ал жеңімпаздар 15 маусым күні анықталады. Біздерде мысалы кішкентай кезде қатысқан кезде осындай аудандық жарыстардан қатысып, осылай тәжірибе алдық. Енді Құдай қаласа, алдағы уақыттарда осындай жарыстарымыз көп болса, аудандық боксшыларымыз, жастарымыз көпке дейін өседі деген ойдамын. Құдай қаласа, қазақтың атын шығаратындай осындай жастарымыз осындай қазіргі кезден басталады. Сондықтан осындай жарыстар көп болсын.